брекет таққаннан кейін негізінде капа и ретейнер деген екі біреуі съемный, біреуі не съемный аппараттар қолданылады. Олар ағайындылар болып жүреді, бір-бірінсіз, яғни ағалы інілі болып. Егер де сізге брекет қойғаннан кейін либо капаны, либо ретейнерді қоймайтын болса, онда сіздің тісіңіз 100% қайтадан қалпына келеді. То есть бұрынғы жаңағыдай қисық формасын қайтадан қалпына келтіреді. Себебі бізде тістерде жады бар, яғни память сақтайды да олар өздерінің бұрынғы тұрған орындарына. Сол себептен орындарына қайта біртіндеп келе бастайды. Сол үшін де айта кететінім, ортодонтты таңдаған кезде жаңағыдай жұмыстарын тиянақты қарап, қалай қанша жұмыс несі бар, опыты бар, соның бәріне мән беріп, ретейнер және де капа қоятын болса, яғни капа ол съемный болғандықтан оны сіз тағуыңыз өзіңізге де байланысты. Ал ретейнер ол тістің артында клеится ететін проволока. Егер де капа мен ретейнер қойылатын болса, онда сіздің тістеріңіз қайтадан қисайып кетпейді. Ол 100%.